Hey, assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен birga men Surdi Кезек жерінде бүгін біз мытаны қалай компьютерге жазу керектігін үйрететін боламыз. Ең бірінші бізге мытаны жазу үшін бізге gt сананыштың таза түрі керек. Оны жазу үшін мына осы сайттан жазсаңыздар болады. Осы сайттың ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Астына түсеміз және скачать gt сананыш чистую деген басамыз және браузерден сразу скачать етуге болады. Болмаса торренттен скачать етсеңіздер болады. Мысалы мен торренттен скачать етемін, сол маған қауіпсіздеу. Егер сіздерде торрент болмаса, мына жақта скачать торрент деп жазып алсаңыздар болады. Одан кейін жазып алғаннан кейін осындай мынандай скачать етіледі. Соның үстін басасыздар, сол кезде торрентке лақтырып жібереді және gt сананышты қаққа жазатындарыңызды сұрайды. Мысалы мен локальный дискіге және де .game папку және де окей деймін. Сіздер өздеріңіздің қалаған жерлеріңізді жазсаңыздар болады. Және де осы gt санандырстың жазылғанын күтетін боламыз. Все, достар, енді бізде gt санандырсымыз басылды. Енді оған кіреміз және де continue және де бізде басылды. Енді сетапқа кіреміз. Енді gt санандырсымызды компьютерімізге жазуымыз керек. Біз соны компьютерімізге жазамыз. Ол үшін далее одан кейін бізде бұл жерде енді сіздерде мысалы қай жерге қоямыз бұны? Бұл жерде ұмытып қалмауымыз керек. Біз ұмытып қалмау керексіз, болашақта керек болады. Қазір бұны қаққа скачать етіп жатқаныңыз, мысалы локальный диск, мысалы сосын еге салайық, мысалы жоқ, еге салмаймын, бұны мен сдағы геймге саламын. Сіздер бұны қаққа салатқаныңызды өздерің біліңіздер. Сосын ұмытып қалмаңыздар қаққа салғандарыңызды. Мысалы біз сдағы геймге салдық. Сдағы гейм. Все, ұмытпаймыз. Все, далее. Все, енді қазір жазылғанын күтеміз. Е-мое, қанша күттім бағана мен осыны жазу үшін. Енді тағы біраз күтеміз, короче. Все, достар, бізде жазылуы азғантай ғана қалды. Және де қазір осы gt санандырста мытаны бәрін жазып болғаннан кейін менің серверіме кіруді ұмытпаңдар, ама. Оның IP адресі және де VK группасын описанияға қалдырып кетсем болады. Давай. DirectX деген ба? Готово деймін. Все, завершить. Все, біздікі жазылды енді. Оны жазылғанын бекен көрейік. Все, бізде жазылды. Ендігі керек бізде яғни мытаны жазуымыз керек. Біз ол үшін осы сайтқа кіреміз. Және бұл сайттың ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Болмаса скачать мыта деп жазсаңыздар шығады. Енді бұл жерде бізге екі вариант таңдау керек. Егер сіздің компьютеріңіз Windows XP болса екіншісін, болмаса Vista болса екіншісін, ал Windows 7, 8 болмаса 10 болса біріншісін таңдаймыз. Мысалы менікі 8 және біріншісін таңдаймын. Және оны скачать етеміз. Қазір бізге неққа скачать етіледі. Все, міне скачать етіліп жатыр. Бұны мен пауза қылып тастай салайын, өйткені мен бұны уже скачать етіп қойғанмын. Және де бұны жақта загрузки деген жақта бізде мінеки мынау тұрады. Және осыны ашамыз. Далее дейміз. Принимаю. Және осы жерде бұл жерде ешқандай кальчикеге тиіспейсіздер. Және далее. Бұл жерде кішкене қатуы мүмкін. Бұл барлық жерде қатады. Сондай бірден келсе ештеңе істемейсіздер. Кішкене күтеміз. Одан кейін другой деген таңдаймыз да, мытаны қай жерге скачать ететінімізді қоямыз. Мысалы мен локальный диск е және де game деген таңдаймын. Все, окей. Далее. Енді бұл жерде сіздер қазір
Бул жерде сиздерде жана скачать эткен ката San Andreas'ты сурайды. Оны каякта экенин жана біз кайда экенин сендерге көрсөттүм. Кайда скачать эткенин сендер өздеріңнің кайда койгондарыңызды көрсөтөсүздөр. Мисалы, мен локальный дисксы және де game деген ишине ката San Andreas менеки осуна таңдадым. Яғни установить дегенди басам. Сиздер өздеріңіз таңдаган кондурган жерлериңизди көрсөтөсүздөр ката San Andreas'ты. Жана скачать эттик кой ката San Andreas'ты, және сол жерде көрсөтөсүздөр. Сиздерге көрсөтүп жиберейин. Азыр мынаны көрсөтпейсиздер, жанагы мына бирөө. Мына жердеги мынаны көрсөтпейсиздер. Бул сону скачать этетін нерсе, буну көрсөтпейсиздер. Наяктагы соны басып, соны скачать эткен муну осы жерде көрсөтөсүздөр. Мисалы, мен сыдагы және game деген жерде көрдүңүздөр ма? Ошол жерден кателесип кетпеңиздер. Және загрузканы күтөбүз. Все, бізде енді мына жерден алып тастай салдық, және готово дейміз. Все, бізде мытамыз басылды, достар. Енді қазір соған кіріп көретін боламыз. Мінекей, достар, мытамыз тұр, қазір соған кіретін боламыз. Достар, бізде достар. Мытаға кіргеннен кейін список сервер дейсіздер да, осы жақтан менің серверін таңдайсыздар. Міне Drive Қазақстан, осыны IP-ні жаққа қоясыздар, осы жерге қоясыздар, мына жерге, және де менің серверіме кіресіздер. Және осы кіргеннен кейін настройка деген жерге кіріп, настройкасын дұрыстап алсаңыздар болады. Настройкасын дұрыстайтын жерде, мына жерде аттарыңызды қойсаңыздар болады, және мынаяқта графика бәрін дұрыстап алсаңыздар болады. Және келесіде, егер сіздердің компьютерлеріңіз қатып, серверінде ойнай алмай жатсаңыздар, сіздерге қалай FPS-ті көтеру керектігін үйрететін боламын. Және осы видеоға өте көп лайктарын бассаңдар, ал біз видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен боламын. Судик етеді, аман сау болыңыздар. Менің серверіме кіруді ұмытпаңыздар.